Өзбекстан Португалиядан неге 5-0 есебімен жеңілді? Матчтағы барлық оқиға. Сәлем досы, кеше футбол әлемі үлкен қызығушылықпен күткен матчтардың бірі өтті. Әлем чемпионаты аясында Португалия мен Өзбекстан құрамалары кездесті. Бір жағында Криштиану Роналду бастаған тәжірибелі Португалия, екінші жағында бүкіл Азия мақтан тұтатын Өзбекстан құрамасы. Матчтар басталар алдында сарапшылардың басым бөлігі Португалия фаворит санады. Өйткені құрам сапасы, тәжірибе және жұлдыз ойыншылар бойынша португалықтардың артықшылығы анық еді. Бірақ футболда бәрі қағаздағыдай бола бермейді. Сондықтан миллиондаған жанкүйер бұл ойынды ерекше қызығушылықпен күтті. Өзбекстан жанкүйерлері де өз командасының сенсация жасайтынына сенді. Матч басталды. Алғашқы минуттарда Португал допты көбірек бақылауға алды. Бірақ Өзбекстан қорқып қалған жоқ. Керісінше қарсы шабуылдарға шығып отырды. Команданың жылдам футболшылары бірнеше рет қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Португалия қорғаныста алғашқы минуттарда біраз қиындық көрді. Одан кейін матчтағы ең есте қалған сәттердің бірі орын алды. Өзбекстан шабуыл ұйымдастырып допты қақпаға енгізді. Стадионда отырған өзбек жанкүйерлері орындарынан атып тұрды. Ойыншылар да голды тойлай бастады. Бір сәтке бәрі Өзбекстан есеп ашты деп ойлады. Алайда төреші ойыншыларды тоқтатты. Бар тексеру басталды. Бірнеше минут бойы эпизод қайта қаралды. Ақыры төреші шешім шығарды. Гол есептелмейді, себебі офсайд тіркелген. Міне, дәл осы сәт матчтың тағдырын өзгерткен эпизод болуы мүмкін. Егер сол гол есептелгенде бәрі басқаша болар ма еді? Бұл сұрақты қазір мыңдаған адам қойып жатыр. Өзбекстан футболшылары бұл шешімнен кейін біраз уақыт өздеріне келе алмады. Ал Португалия бірден шабуыл қарқынын күшейтті. Команда допты толық бақылауға ала бастады. Орталық алаңда португалықтар үстемдік құрды. Өзбекстан ойыншылары көбірек қорғануға мәжбүр болды. Уақыт өте келе қысым күшейді және көп ұзамай алғашқы гол соғылды. Португалия қарсылас қорғанысын бұзып өтті. Қақпашының да қолынан ештеңе келмеді. Есеп ашылды. Бұл голдан кейін ойынның бағыты өзгере бастады. Өзбекстан алға шығуға мәжбүр болды. Ал бұл Португалияға бос аймақтар берді. Шабуылдар бірінен кейін бірі жалғасты. Роналду бастаған шабуыл шебі өте қауіпті көрінді. Әр шабуыл гол болып кетесіндей әсер қалдырды. Бірінші таймның ортасына қарай Португалия тағы бір мүмкіндік тапты және есеп айырмасын ұлғайтты. Енді таблода 2 доп айырмасы тұрды. Өзбекстан үшін жағдай қиындай түсті. Бірақ команда берілген жоқ. Ол шабуыл жасауға тырысты. Кейбір сәттерде жақсы комбинациялар да болды. Алайда соңғы соққылар дәл болмады. Ал Португалия өз мүмкіндіктерін жақсы пайдаланды. Бірінші тайм аяқталғанға жақындағанда тағы бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырылды. Өзбекстан қақпашысы бірнеше тамаша сейв жасады. Егер ол болмаса есеп бұдан да үлкен болуы мүмкін еді. Бірінші тайм аяқталды. Командалар үзіліске кетті. Екінші тайм басталғанда Өзбекстан жанкүйерлері командасының камбэк жасайтынын үміттенді. Бірақ Португалия қарсыласына мүмкіндік бермеді. Керісінше қысымды бұрынғыдан да күшейтті. Доп қозғалысы жылдам болды. Пастар дәл болды. Ал шабуылдар өте қауіпті шықты. Көп ұзамай 3-ші гол соғылды. Бұл голдан кейін матч тағдыры шешілгендей көрінді. Өзбекстан футболшылар соңына дейін күресті. Бірақ деңгей айырмашылығы байқалып тұрды. Португалия әр позицияда мықтырақ көрінді. Тәжірибеде өз сөзін айтты. Стадиондағы атмосфера керемет болды. Әр шабуыл кезінде жанкүйерлер орындарынан тұрып отырды. Ал Португалия жанкүйерлер мерекелік көңіл күйде болды. Матч соңына қарай тағы бір гол келді. Содан кейін 5-ші гол соғылды. Осылайша таблода 5-0 деген есеп жанды. Төреші соңғы ысқырған шалды. Португалия ірі жеңіске жетті. Ал Өзбекстан ауыр жеңіліске ұшырады. Дегенмен бұл есеп Өзбекстанның бүкіл ойыны нашар болды дегенді білдірмейді. Команда матчтың басында жақсы көрінді. Тіпті гол соғып та үлгерген еді. Бірақ VAR шешімі бәрін өзгертті. Көптеген жанкүйер дәл осы сәтті матчтың басты бұрылысы нүктесі деп санайды. Егер сол гол есептегенде Португалия қысымға түсер ме еді? Өзбекстан сенсация жасай алар ма еді? Бәлкім, бірақ тарихта егер деген сөз жоқ. Қазіргі шындық біреу ғана. Португалия 5-0 есебімен жеңді. Ал Өзбекстан келесі матчтарда қателіктерден сабақ алуға тырысады. Бір нәрсе анық, бұл матч ұзақ уақыт талқыланатын ойындардың бірі болды. Әсіресе есептелмеген гол туралы пікірталас әлі жалғасады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өзбекстанның голын есептеу керек пе еді? Егер сол гол қабылдағанда нәтиже өзгерер ме еді? Оларыңызды комментарийге жазыңыздар. Видеоны лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі футбол жаңалықтарында кездескенше.